күн мен түннің теңелетін, Самарқанның көк тасы еритін, өкпе реніш ұмытылатын, адамдар сағынысып көрісетін, жақсылық пен имандылыққа, татулық пен бірлікке үндейтін әз Наурыз, қош келдің. Баға жетпес ұлттық құндылығымыздың бірі қамшы. Халқымыздың тұрмыс тіршілігінде қамшының алатын орны ерекше. Ол өнер туындысы ғана емес, сый-сияпаттың төресі, ер жігіттің серігі, шаңырақтың киесі саналған. Қамшының түрлері туралы айтар болсақ, бәйге қамшы, аңшы қамшы, көкпар қамшы, ноғай қамшы деген түрлері бар. Ал қамшы жасайтын адамдарды өрімші деп атайды. Бұл бұйымның жасалуы туралы айтар болсақ, былғарыны түсіндеп кесіп, айналдыра өрнектеп тесіп, маржанда жарқыратып, өрімін өріп, сәндеп бояп, көз қызығарлықтай етіп қамшы жасауға болады. Ата-бабаларымыз ерте кезден-ақ ас салатын ыдысқа аса мән беретін болған. Олар ыдысты көбіне ағаштан, мал терісінен, металдан және саз балшықтан жасаған. Қолөнер атадан балаға мұра болып келе жатқан өнер түрі. Шеберлер ағаштан ойып, астау, тостаған, ожаудың алуан түрлерін жасаған. Оның бірі қайыннан ойып, істелінген қымыз ішетін тостаған, және астау. Тостағанды қолға ұстауға жеңіл әрі ыңғайлы етіп ояды. Қазақтың ет тартатын астау табағы, құрт езетін астау, сүт, қымыз құятын шөміш, саптаяқ секілді барлық ыдыс-аяқ ағаштан жасалынған. Оның ішінде сыйлы қадірлі қонаққа ұсынатын ыдыс-аяқтың және түптен бөлек болған. Домбыра қазақтардың тұрмысында кеңінен тараған музыкалық аспап. Қазақ домбырасы бұл қатты ағаштан жасалған, екі ішекті шертпелі аспап. Қазақ қашан да асты құрметтеген, астан үлкен емессің деген сөз осының дәлелі. Тіпті үйге келген кісі асығыс болса да, ең болмаса наннан ауыз тиіп кет, тізеңді бүк деп айтқан. Бұл дегеніміз өнегелі тәрбие бастауы. Бұрынғы заманнан ақ қазағымыздың дастарханы үйге келінді, кетімді кісінің бәріне жайылып, бәр тәтті осы кісілерге ұсынылған. Ұлттық тағамдарға тоқтала кетер болсақ, оларды құрамындағы басты компонентке байланысты бірнеше негізгі топқа бөлінуге болады. Ет және сүт тағамдары, ұннан жасалған және даңғылдан жасалған тағамдары. Ет халқымыздан аса қадірлі қонаққа ұсынылатын кәделі тағам. Сүт тағамдарын қазақ халқы бір сөзбен ақ деп атап қастерлейді. Сүтпен дайындалатын әртүрлі өнімдердің өзінің ерекшеліктері мен тіпті емдік қасиеттері бар. Ал ұннан әже апаларымыз ежелден қазағымыздың символына айналған шелпек пен бауырсақ пісірген. Халқымыз дәнді дақылдардан да пайдалы тағам әзірлей білген. Ұлыстың ұлы күні, Наурызымыз құтты болсын. Немерелерің дендерің сау болсын, әрқашанда жақсылық болсын, жолдарың ашық болсын, жандарым. Енді қазір мен немерем бір өлеңнің тақпағын айтсын. Кім жомарт, батыр жомарт, халық үшін жанын берген, кім жомарт, ұстаз жомарт, бәр балаға тәлім берген, не жомарт, жер жомарт, адам затты асыраған, не жомарт, күн жомарт, жерге нұрын шашыраған. Адам мен адамның, көрші мен көршінің, туыс пен туғанның, ұлт пен ұлыстың ортасына сызат түспесін. Адамзаттың жүрегіне бейбітшілік пен рахым, кешірім мен сыйластық әкелген ұлық мереке жасай берсін.